Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы прокуратурасының үйлестіруімен мемлекеттік қызметтер көрсетілгендігі үшін жасалған төлемдерде аса ірі мөлшерде жымқыру мән-жайы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Тергеп-тексерумен Алматы облысы Жамбыл ауданының халыққа қызмет көрсету бөліміне қызмет көрсететін Қазпошта акционерлік қоғамы кассирлері 2021-2023 жылдар аралығында паспорт және жеке куәлікті рәсімдеу барысында мемлекеттік баждың бір бөлігін иемденіп отырғандығы анықталды. Көші-қон қызметіне баж сомасы жайлы көрінеу жалған ақпарат енгізілген түбіртекті ұсынып, мемлекетке 84 миллион теңгеден аса шығын келтірілген. Тергеп-тексеру жалғасуда. Өзге ақпарат қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес жариялауға жатпайды. Қаржылық мониторинг агенттігі экономикалық құқық бұзушылықтар үшін заңмен жауапкершілік көзделгенін ескертеді. Сондай-ақ агенттік экономикалық құқық бұзушылықтар жайлы AFM Insider Telegram бот арқылы хабарлау мүмкіндігі барын еске салады.